Достар, күдікті қылмыскер деген сөз емес. Бұл күдікті дегенмен ол қылмыс жасады дегенге дәлел жоқ әлі. Жай ғана күдікті, ол сотпен кәдімгідей айыбы тағылып дәлелденуі керек. Содан кейін барып қылмыскер дейді. Мынау күдікті Сұлтан Сәрсемәлиев деп жүргеннен бәріміз таратып жатырық қой. Бірақ оның әлі қылмысы дәлелденген жоқ. Сондықтан да әр жерге пікір жазар кезде, комментарий жазар кезде сақ болыңыздар. Жангелдиндағы болған өлімге қатысы бар деген күдікті осы жерде тұрған екен. Менің туып өскен жерімде, геолог деген жерде тұрған дейді 1 жыл бойы. Бұл дейді негізі геологтың адамы емес. Біріншіден геологта тұрмаған, мұнайшы дейтін жерде тұрған. Мен әдейі келіп отырмын, қазір геолог па, мұнайшы ма деп. Мұнайшы екен, геолог пен мұнайшы екі бөлек. Негізі журналист Жанат дейтін кісі информация таратып жатыр екен. Кішкене сол жағынан да мән беру керек, геолог дейтін қорқынышты жер екен деп таратып жатыр. Бұл дейді геолог емес, мұнайшы. Мұнайшыда осындай бір жер бар, осыдан кіреді, ары қарай ерғанда бір түптегі үй екен. Негізі қорқыныш десе мына жақ дейтін қорқыныштысы бар екен негізі. Бірақ геологқа қатысы жоқ. Геолог емес, геологта тұрмаған, геологтың кісісі емес. Жалдап тұрған осы жерде, бірақ білмеймін. Қазір сол жерді қазып іздестіріп жатыр екен. Қалған кісілердің денесі табылып қалар деген мақсатта. Бірақ енді Аллах сақтасын, тірі табылулар нәсіп етсін Аллах Тағала. Бірақ та бұл жерде геолог емес. Екіншіден хакер баланы да бірге іздеп жатыр дейді. Соған түсінген жоқпын да, хакердің не қатысы бар, хакер неге іздейді, ол тек қана көмектескеннен басқа ешқандай бір зияны тимеген сияқты. Хакерді жалпы енді бұрыннан білеміз, ол да Атыраудың баласы, негізі жалпы хакер екен, хакер енді. Бүкіл адамдарға, мысалы, Инстаграм взломать етіп берсе, блогерлар көп біледі, взломать етсе, соны қайтарып беріп жүрді. Кәдімгідей взломать еткендерді қайтарып беріп, әншілер бар, көп подписчиктер бар, соларға қайтарып беріп. Көп блогерларға көмегі тиді негізі. Одан кейін хакер болатын болса, бірдеңелер взломать етіп, бірдеңе бүлдіріп, ондай ештеңе жасаған жоқ, ондай жасамаймын деді мен. Ол ашықтан ашық айтты, мен ондай жасамаймын, ондай жаман істерге бармаймын деді. Бірақ қолына келеді оның. Діндегі бауырымыз, жалпы оның ешқандай жаманшылығы жоқ, сондықтан бір оны қазбалаудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Соны ескерерсіздер. Осыған дейін полициядан мен мынау шетелде жүрген ерлі зайыптылар қандай да бір медициналық есепте тұр ма екен, естері сау ма екен деп әдейілеп сұрағанмын. Ол 2-3 күн бұрын ау деймін. Енді бүгін ғана біліп отырмын, ол Ақбаян Мұханғалиева 1-ші топ мүгедегі екен, жүйке жүйесінде ауытқушылық бар екенін бүгін ол кісінің енесінен естіп отырмыз, күдіктінің анасынан. Оны енді ресми растады. Енді ондай жүйке жүйесінде одан бөлек олар заңды некеде жоқ болып шықты. 2022 жылы олар ажырасқан заң жүзінде. Енді осындай адамдар, осындай ерлі зайыпты, енді азаматтық некедегі ерлі зайыптылар қалай шетел асып кетті. Бір адам мүгедек. Енді опекун дейді, опекун бармайын, сол құжаттардың бәрін сұрап отырмыз. Енді ол қалай шетелге шығарып жібереді? Сосын мен сұрақ арасында олар намаз оқитын беді деген сұрақтарыма, мынау намазхан ағайын, намазхан жамағат ренжіп жатыр, неге ондай сұрақ қоясыз деп. Өйткені қазір елдің арасында бұл экстремизм топқа қатысы бар болуы мүмкін деген ақпараттар тарап жатыр. Осыған байланысты мен сол сұрақты қойып отырмын. Түрлі версияны қарауымыз керек. Өйткені енді анау сарайда диванды 5 ер адам әрең көтердік. Бұны жалғыз адам қалай жасайды деген сұрақтар туындап жатыр. Бұл бір адамның ісі емес, бұл бірнеше адамның ісі болуы мүмкін деген. Енді дәл осы Жангелдин ауылындағы қаралау басталып кеткен екен. Енді бірнеше күннен бері мен комментарий оқуға мүмкіндігім болған жоқ. Кеше кейбір адамдар түрлі скрин жасап жіберіп жатыр екен, жаңағы осылай деп жатыр, бүйтіп жатыр деп, күдіктінің анасының сұхбатынан кейін. Оны неге салдық? Әрбір журналист біледі оны. Екі жақты бірдей тыңдаймыз. Бұған дейін біз зардап шегуші тарапта тыңдап келдік. Оның барлығы менің парақшамда тұр. Олар құдағилар бір нәрсені жасырып отыр. Біз оларға сенімсіздік таныттық деген барлығы бірдей солай айтты. Сондықтан да біз ол кісіні тыңдауға, ол кісінің де бұл жақтың да өздері ақтап алуына, өздерінің пікірін білдіруге міндетті. Сондықтан да біз бардық, ол кісінің рұқсатымен, ол кісіні бір қорқытып, үркітіп мәжбүрлеген жоқпыз. Ол кісі өзі айтып берді. Алдағы уақытта егер біз ол кісіні тыңдамасақ,
Ол кісі біз сотқа беруге құқылы, өйткені сіздер ана кісілердің бәрін жариялап жатсыздар, олар бізге сөз келтіріп жатыр, құдаларға сенбейміз деп жатыр, неге сендер бір ауыз келіп бізді тыңдамадыңыздар дейді. Сондықтан да біз бардық, ол кісіні тыңдадық. Одан бөлек мен арнайы түрде телефонын тастап кеттім. Апа, егер сіздің айтарыңыз болса, тағы да, егер сізде бір қиындықтар болса, маған хабарласыңыз, міне менің телефоным деп, сол жерде білім бөлімінің адамдары бар, бәрі ол менің телефонымды жазып берді ол кісіге. Қандай да бір қиындықтарға тап болып жатсаңыз, мен үнемі байланыстамын, соғыңыз, жазыңыз дедім. Сондықтан да бір нәрсенің бас аяғын білмей, журналистердің жұмысының заңдылықтарын білмей, не болса соны қаралап жаза бермеңіздер, құрметті әлеуметтік желі қолданушылары. Бұл үлкен трагедия, бұл шағын ғана ауылда болған қорқынышты құбылыс, қорқынышты қанды қылмыс. Бұл тек қана ауданның, қаланың емес, бүкіл елдің проблемасы. Біз өзіміздің қауіпсіздігімізге, мына елде жүрген, қалада жүрген қауіпсіздігімізге сеніміміз кетіп қалды. Адамдардың бәрінде үрей. Сосын күдікті деген сөз, бағана мен стористе де айтқанмын, ол қылмыскер деген сөз емес. Ол тарапты да біз тыңдауымыз керек. Ол тарапты да жария етуіміз керек. Халыққа тыңдатып көрсетуіміз керек. Міне, мақсат біздің осы. Басқа мақсат жоқ. Ассалаумағалейкумдер. Қайырлы күн ағайын. Ит тойған жеріне, ер туған жеріне деген бар. Бала кезімде кетсем де менің де туған жерім сол Қызылқоға ауданы. Жақсы жаңалығына жаным сүйінеді, жаман суық хабарларына жаным күйеді. Енді сол ауылдың баласы болғаннан кейін, туған жерге бүйрегіміз бұратын болғаннан кейін алаңдаймыз әрбірісіне. Мен мына аудандық рободыға қарным ашады, жергілікті полицияға. Неге осы күнге дейін үнсіз келіп, әлде мына кеше ғана осы журналист Жанат құрбымыз барып, сол жан-жақты іздеу салмағанда, зерттеу жұмысын жасамағанда, сіздер ана қора-қопсы, сарайларды, түгел қуыс тесіктерді қарамайсыздар ма? Ал мына резонанс тудырмаңыз, әрекет кетіріңіз деп жан-жақтан звондатасыңдар кісіге. Менің әлеуметтік желілерден алмайтынымды біліп, басқаларға алдырдық деп. Менің алмайтынымды білгенде келесі күннен бастап жыбыр-жыбыр ит мысықтарыңды бүкіл бүкіл нелерді жинап іздеп атсыңдар. Молаларды, нелерді қопарып. Қожа көрсендікпен жүргендей болады. Не қылған бұл салғырттық? Енді мына заң адамдарына заңға үш қайнаса сорпасы қосылмайтын болсам да, мен түсіндірейін енді қалай екенін. Енді соған тіреліп тұр ғой жағдай. Сол жердегі учаскелік полиция өзіне жауапты, өзінің жауапкершілігіне алған халықты, тұрғындарды бес саусағындай білу керек. Және 3 күн көрінбесе іздеу салады. Арыз түссін, түспесін, әй-шәй жоқ, іздеу салады. 3 күн көзге түспесе, жан-жақтағы көршілерінен бәрінен сұрап, өз жауапкершілікпен қарайды жұмысына. Одан кейін 1 аптаға дейін жоғалу бойынша кәдімгі ресми іс ашу керек. Заңдысы солай. А сіздер 2 ай бойына үнсіз, арыз түскен жоқ, ешкім жоқтап келген жоқ артынан деп. Бұл неғылған бейғамдық, бұл неғылған салғырттық. Ол себебін айтайын, біздің рободыға жергілікті адам басшы болу керек. Жергілікті адам басшы болмағаннан кейін, ана ой-шұқырын білетін, әрбір жерде не бар екенін білетін жергілікті бар ғой, полициялар көп қой, біздің де жергілікті жігіттер шығып жатқан бар, шен таққанда жүр ғой. Неге соларды басшылыққа қоймайды? Себебін айтайын, өз жерге аудандық рободыны басқарып кету үшін, ана шен өсіру үшін уақытша келіп кетеді адамдар. Мына полицияның арасында біз естиміз бар. Бір-біріне должынсын шенін өсіру үшін ізеттілік танытып, ығысып орын беретін үрдіс бар. Ол жақсы, дұрыс, баршаға азаматтық, адамдық қасиет. Бірақ тәртіп кейінгі орынға қалып, міндетті түрде алда шен өсірудің қарабастың қамы кетіп қалатын болса, халықтың жайы былай қарай қалып қоятын болса, онда бізге администрация не керек, робот не керек? Ормандағыдай өмір сүрейік, кішігірім қауыс жасап. Көліктерің бар, үй-жайларың бар, жалақыларың бар, киімдерің киюлі, рацияларың қолдарыңда. Мемлекет асырап отыр халықтың есебінен. Енді не сол, өзіңді асырап отқан халықта өзің неге сол қызмет етпейсің? Дұрысынан, жауапкершілікпен. Полиция деген бұл үлкен жауапкершілік қой. Деңгейің жетпесе, рет келмесе, қызмет ете алмасаң, онда ол қызмет тастап охранама бірдеңе кетіңдер. Жауапсыздықтарыңнан, сендердің жанашырлық қасиеттерің болмағанынан халық зардап шегеме кеше де естіп жатырмыз. Біреудің баласын сабап миялда.
өлім шығып сабағаннан кейін әкесі алып құлағын кесіп алды дейін ба? Бірдеңелер келіп жатыр. Бұл туралы не айтасың Ареке дейді. Мен не айтайын? Мен не деймін бұл халыққа, не қыл деп айтамын? Онда администрация барлығын пытыратып, ормандағыдай өмір сүрейік деймін, басқа не айтамын? Бұл адамды қаралай дәрменсіздікке апарып болмайды ғой бұлай. Рас, ана шен өсіру үшін белгілі бір жерде бастық болу керек. Жаңағы қызмет атқару керек. Оған халықтың саны да сол өңірдегі барлығы әсер етеді. Бірақ енді тек шен өсірумен айналысып кетпей, жұмысын да жасау керек қой. Қалған адамдар қайда? Әке анасы мүрдесі шықты. Қалған балдары қайда? Істі қаяққа бұрмаланып баратыр. Қалай қарай шиеленісіп бара жатыр. Неге осы күнге дейін айналыспадыңыздар? Біз мына жерде шу көтеріп, жан жаққа таралғаннан кейін бар, жыбыр-жыбыр бір тірлік. Бізге аудандық робыдыға жергілікті өзіміздің кәдімгі Қызылқоғанның ой-шұқырын, қырын, құмын бес саусағындай білетін басшы керек робыдыға. Әйтпесе үрлі ұсақты қылмыстар көйіп бара жатыр ма соңғы уақытта. Назарға алыңдар.